Қолыңыздың жиі үйіп қалуы тегін емес. Қолдың үйіп қалуы кімге де болса таныс нәрсе. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз естіп білмеген ақпараттың болатынына сенімдімін. Достар, біздің видеоларымызды 96% адамдар арнаға тіркелмей қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, келесі пайдалы видеоларымызды қарап жүріңіз. Сіздің оп-оңай болмашығына әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қолдың үйіп қалуы кімге де болса таныс нәрсе. Ол көбіне адам жайсыз жатып қалғанда, киім қысқанда пайда болады. Бірақ көп уақыт өтпей-ақ өздігінен басылады. Дегенмен кейде қол саусақтар ешқандай себепсізде ұйитын кездері болады. Ал мұндайда дәрігерге көрінген дұрыс. Өйткені оған ауруларды әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы, мойын аумағының остеохондрозы кезінде оң немесе сол қол саусақтары ұйуы мүмкін. Қарағыс аумағындағы орталық жүйке ұлпалары қысылып қалса да, адам саусақтары ұяды. Оған қоса ауырсыну пайда болғанын сезінеді. Бұған көбіне компьютермен жұмыс істейтіндер бейім. Сондықтан олар жиі дене жаттығуларын жасап тұрулары керек. Полиневрология деген ауру бар. Оған ұшыраған адамның саусақтарындағы жүйке қосылыстары бүлінеді. Саусақтары ұйып, сосын оларға ине сұққылап жатқандай жыбырлайды. Бұл витаминдер жетіспеуінен, темір жетіспеушілігі, анемиясынан, панкреатиттен, қант диабетінен, түрлі инфекциялық аурулардың кесірінен болуы мүмкін. Сондай-ақ, Лейна синдромы деген ауру кезінде де саусақтары үйиді. Ол саусақтардағы ұсақ қан тамырларындағы қан айналымы бұзылуынан пайда болады. Яғни ұсақ капиллярлар мен артериялар бүлінеді. Екі қол саусақтары үйіп қана қоймай, ауырып мазаны алады. Мұндай ауруға ұшырамас үшін қолды мұздай суға көп батырмау керек. Ыдыс аяқты кір жуғанда арнайы қолғап киген дұрыс. Ауруды асқындырмас үшін дәрігерге көріну керек. Қолдың жоғарғы жағындағы артерия тамырында тромб пайда болса, сол қолдың саусақтары үйиді. Егер 1 сағат бойы тоқтамаса, онда дәрігерге тезірек көрінген жөн. Әйтпесе жасуша ұлпаларында невроз пайда болуы мүмкін. Ал мұның соңы қолды операциямен кесуге соқтыруы қаупі бар. Мида тамыр түфілсе де тірек қимыл мүшелері үйиді. Бұл инсульттың белгісі. Мұндайда көбінесе бір қол үйиді. Қан қысымы көтеріліп, басы қатты ауырады. Ондай жағдайда сезінген сәттен-ақ дәрігерге көріну керек. Аяқ қолдың үйуі ревматизм, түрлі жарақаттар алу, буындар қабынуы, эндокриндік аурулар кезінде де байқалады. Сондықтан оның нақты себебін өз бетімен анықтау қиын. Невропатологқа көріну керек. Қысқасы, аяқ қолдың үйуінің себептері көп. Ол қолайсыз жатып қалу, аз қимыл әсерінен болса, онда түрлі дене жаттығуларынан-ақ басылады. Қалай емделеміз? Дәрігер қажетті сараптамадан өткізген соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрінің көмегіне жүгінбейді. Аяқ-қолдың ұйуы салауатты өмір салтын ұстансаңыз, жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылыңыз. Ендеше тексеруден өтіп қажетті ем алудан қашпаңыз, саулығыңызды сақтаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Витамин жетіспеушілігінің алдын алыңыз. Көп адамдар халық медицинасын елемейді. Ал мен дәрігерге қаралғаннан гөрі соның тәсілдерімен емделгенді дұрыс көремін. Дәрілік өсімдіктер туралы кітаптар, газет, журналдар жинақтаймын. Ауырған кезде сондағы емдерді пайдаланамын. Бүгінде көп адамдар күнкөріс мақсатында қатарынан 2-3 жұмыс істейді. Ондайды демалуға, өзіңді күтуге уақыт болмайды. Көп жұмыс істегендіктен ағзаға көп мөлшерде витаминдер мен минералдар қажет болады. Ондайда біреулер дәріханада дайын витаминдерді алып ішсе, екіншілері денсаулығына мүлдем көңіл бөлмейді. Соның салдарынан кейін ауру табы жатады. Ал халық медицинасындағы қарапайым рецепттердің көмегімен ағзадағы жетіспейтін витаминдердің орнын толтыруға болады. Бірінші, көлемі үлкендеу бір алманы үккіштен өткізіп, ыдысқа салып, оған жаңа сығылған апельсин шырынын қосыңыз. Оның үстіне бір уыс грек жаңғағын қосып, аздап бал араластырыңыз.
Осы салатты таңертең жеп шықсаңыз, ол ағзаңыздағы күні бойы қажетті витаминдерден толықтырып отырады. Екінші, бір жұмыртқаның сары уызына бір лимон шырынын қосып, оған аздап бал араластырыңыз. Бұны таңертеңгілік ас алдында ішіп жүру керек. Үшінші, ал мына рецепт ағзаңызды А витаминоздан құтқарып қана қоймай, асқазанның жұмысын жақсартып, бүйрекке көмектеседі. 1 стақан сұлыға 5 стақан су құйып, баяу отта қоюланғанша қайнатыңыз. Содан кейін оны ұсақ көзді сеткадан өткізіңіз. Қанша шықса, сонша мөлшерде қайнатылған сүт құясыз. Оны суытып, үстіне 4 ас қасық бал араластырып, күніне жарты стақаннан 4 мәрте ішіп жүріңіз. Осы қарапайым рецепттердің көмегімен витамин жетіспеушілігін алдын алуға болады. Жеміс-жидектер мен көкөністерді молынан пайдаланып, ағзаға керекті витаминдердің орнын толықтыру қажет. Тек құрамындағы зиянды заттардан арылту мақсатында суға салып қойғанда, оларды суда көп ұстауға болмайтынын ескеріңіз. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.